Гансел мен Гретел ертегісі. Ертеде орман кесушінің Гансел деген ұлы, Гретел деген қызы болыпты. Оның шешесі қайтыс болып, ол екінші рет үйленеді. Ол өгей шеше балаларды ұнатпайды. Үнемі осы екеуінен құтылудың амалын ойластырып жүреді. Жылдары ашаршылық болады. Отын кесуші бала шағасын асырау қиындыққа соғады. Балаларды ертіп орманға барайық, отын әкелейік, сол отынды сатып күнімізді көреміз, болмаса аштан өлеміз дейді. Гансел мен Гретел отын тасуға көмектесін, әйтпесе екеуінің ойнағанынан басқа бітірмейді, қолғабыс етсін дейді әйелі. Алайда өгей шешенің ойы басқа еді. Ол балаларды басқа алыс жерге апарып, үйді таба алмайтындай жерге алысқа апарғысы келді. Мүмкін оларды біреу асырап алар дейді. Отын кесуші әйелімен екі баласымен орманға барады. Гансел бір пайдасы болар деп қалтасына бір уыс шеге салып алады. Сол шегелерді жол бойы тастап отырады. Кешке олар бір жерге келіп тоқтайды. Әкесі балаларына: "Сендер шаршаған боларсыңдар, осы жерде демалып отырыңдар, біз қайтар жолда алып кетеміз" дейді. Әйелі айласын асырып, отыншыны басқа жолмен жүріп, ұлы мен қызын таппайтындай ұзақ жерге апарып тастайды. Ол әкесі оларды ұзақ іздейді, ал әйелім оны таң атқанда іздейміз деп дейді. Отыншы көнбейді, әйелін үйіне жіберіп, өзі ұлы мен қызын іздеуді орманды шарлайды. Гансел мен Гретел әкелері келмеген соң өздері бағанағы жол бойы тастап отырған жылтыраған шегелерді көріп, өз үйіне барады. Сөйтсем, тек қана шешесі ғана отыр, әкелері жоқ. Өгей шеше балаларын аман есенін көріп: "Қалай келдіңдер үйге?" дейді. Гансел қалай келгенін түсіндіреді. Сөйтіп, әкелерінді іздеп табайық деген сылтаумен оларды қайта орманға жібереді. Гансел бұл жолы қолына нан алып шығады. Ол жол бойы нан қоқымын тастап отырады. Қараңғы түскенде шешесі: "Мен қазір келемін" дейді де балаларды тастап кетеді. Қараңғы түскен соң бір-біріне тығылып, жаурап отырады. Мен Гансел жол бойы тастаған қоқымдарын іздейді. Оны жабайы құстар негізі жеп қойған. Ол жүре жазық алаңқайға жетеді. Ол бір үйді көреді. Міне ғажап, бұл жай үй емес, тәттіден жасалған үй болып шығады. Қарындары ашқаны сонша, Гансел мен Гретел үйдің қабырғасындағы тәттілерді жей бастайды. Үйден бір әжей шығып: "Кіріңдер, қонағым болыңдар" дейді. Гансел мен Гретел қандай мейірімді әже деп ойлайды. Мәнінде бұл нағыз бала жетім мыстан кемпір болатын. Бұл тәттілер мен мейірімді әжеге жолаққандарына мәз болады. Ол тәттілермен балаларды алдандырып кіргізеді. "Жолымыз болды-ай, қандай мейірімді әже" дейді. Әжей бізге қол ұшын берер, ертең сый-сияпат жасап көрсетіп шығарып салар деп ойлайды мыстан. Кемпір болса, мына балақайларды жеп әбден тоятын болдым-ау дейді ішіне мәз болып. Бірақ еш сыр бермейді. Біздің өгей шешеміз неге осындай қайырымды жан болмайды екен дейді. Әжей тәттілерді беріп ұйықтатады. Гретел ұйқыдан тұрса, ағасы жоқ. Мыстан кемпір оны торға қамап қойыпты. "Сен бар да тамақ жасап бер ағаңа, ол семірген соң мен оны жеймін" дейді. Бірнеше күн қарындасы ағасына тамақ тасиды. Мыстан кемпірдің шыдамы таусылып: "Пеш жақ, мен оны жеймін" деп оған бұйрық береді. Гретел пешті жағып: "Әжей, көріңізші, пеш қызды ма?" деп айтады.
әжей оған үңіліп қараса, қыз оны итеріп жіберіп, жаурап жатқан отқа итеріп, есігін жауа қалады. Осылайша мыстаннан құтылған Гретель мен Гансел оның үйінде тығып қойған тамағы мен алтын күмісін тауып алып, олар үйіне мәз-мейрам болып үйін іздейді. Екеуі үйін тауып, үйіне кірсе, әкесін құшақтап алады. Ол әкесі бәрін түсініп, өзінің өгей шешесін қуып жібереді. Сонымен Гансел мен Гретель осы байлықпен әкесімен бірге ұзақ өмір, бақытты да ұзақ өмір сүреді.